Ей бала, өсіп жата бересің ба, жұмыс істемейсің ба? Ел жұрттап, ел жұрт қатарлы, тірлік деген болатын шығар. Жата беріп не бұл? Туатын қатындар құсап. Ой, әке, жұмыс істеп не қыламын? Ақымақпын ба? Жұмыс істеп не қыламын? Өкіметті асырайын ба жұмыс істеп? Тапқан ақшам бәрін өкіметке беріп, одан да жұмыс істемей үйде жатқаным жақсы ғой, өкіметті асырағанша. Не адам ол жұмыс істетеді, тапқаныңды қайтып өзі жарап қояды, түкірсең штраф дейді, жүрсең штраф дейді, темекі шексең штраф дейді. Сонда не үшін жұмыс істеуіміз керек? Өкіметті асырау үшін жұмыс істейміз бе енді, әке? Сонда жұмыс істеп жүрген біз ақымақпыз ба, сонда не? Өкіметті асырап жүрген? Өкіметті асырамасақ, қақтан ақша жейді олар? Біз жұмыс істеп асырамасақ, жұмыстары жүрмей қалады, ақшасыз қалады ғой өкімет. Иә, өкіметті жұмыс істемей аштан қалдыру керек. Ешкім жұмыс істемей қойса, өкімет кімнен ақша жейді? Одан кейін амал жоқ, халықпен жұмыс істеседі. Қазір халық асырап отқаннан кейін, конечно, отырып алып, заңның барын шығара береді. Халық асырап отқаннан кейін, әкелген өткізген тауарларын алмай қойыңдар ешқайсың. Өзіміз егіп, өзіміз жейік. Әкелген тауарлар, әкелген заттары өтпей қалса, өз үшін халықпен жұмыс істейтін болады. Конечно, біз бәрін жұмыс істеп асырап отқаннан кейін, білгенін істеп отырады олар. Міне, біздің бала дұрыс айтады. Жұмыс істемеу керек, өкіметті асырамау керек. Сол кезде өздері үшін халықпен жұмыс істейтін болады. Мен балам ақылы, қандай ақылды. Сен ақымақ жұмыс істеп, өкіметті асырап жүрсің. Сені де еркек дейді, сені де бай дейді. Одан да үйде ғана бұзылып отқан қораны жөнді. Малды шығарып бақ. Өкіметтен әрі алып жұмыс істеп бақпай, еще түкіресің жұмысын істеп жүріп. Оған ақша төлейсің. Темекі шегіп шаршап тастайсың. Оған штраф төлейсің. Оған тамағын жейсің. Ішесің. Оған тағы штраф төлейсің. Істемеңдер өкіметтің жұмысын. Аштан қалсаң, сол кезде халықпен жұмыс істейтін болады бірге. Мен балам дұрыс айтады. Сен де еркек дейді.